Қыз мұрнын резеңке сияқты соза алады. Аздап тартып қалса болды, мұрны сол сәтте-ақ ұзарып қисайып шыға келеді. Айнадан бұл көрініс өте күлкілі көрінетін. Өз денесін қалаған пішінге келтіре алатынын түсінген, бойжеткен күлкісін тия алмады. Сол сәтте оның ойына тамаша бір идея келеді. Осыдан біраз уақыт бұрын ғана ол жігітімен кездесуге дайындалып жатқан еді. Айна алдында киімдерін мұқият таңдап, көйлегін киіп көріп еді. Бірақ ол тым қолапайсыз көрінді. Содан кейін джинсы шалбарын кимекші болып еді. Ол тіпті жыртылып кетеді. Әйел күрсініп, алдымен макияж жасауға бел буды. Крем жағып жатқанда мұрнынан кенеттен шыққан безеуді байқап қалады. Оны жасырудың барлық амалын жасап көргенімен ештеңе шықпады. Ол көңілі түсіп, басын төмен салбыратады. Алайда басын қайта көтергенде жағдай тіпті қиындай түсті. Маңдайында кенеттен бірнеше ойық пайда болыпты. Ол маңдайын қолымен ысқылай бастайды. Ысқылаған сайын маңдайы қалпына келе берді. Өзі үшін жаңа әлем ашқандай болған әйел мұрнын тартып көріп, дене пішінін шынымен де өзгертуге болатынына көзі жетеді. Содан кейін оның ойына батыл жоспар келді. Қасында жатқан журналдағы сұлу қыздың суретіне қарап, ол өз бет-әлпетін өзгерте бастады. Көздерін үлкейтіп, иегін сүйірлеп, мойнын аққудың мойнындай ұзартты. Бұған дейін сыймаған киімдерін есіне түсіріп, аяқтарын созып, жіңішке етті. Содан соң кеуде бітімін түзеп, соңында белін қылдай қылды. Айнадағы бейнесіне қарап, ол өзіне өте риза болады. Бірақ дәл осы сәтте есік қоңырауы соғылды. Келген оның жігіті еді. Қыз жігітімен бірге түскен суретке бір, айнадағы жаңа бейнесіне бір қарап, ойланып қалады.